Бүгінгі сабағымыз біздің аудиомен және видеомен жұмыс жасау. Қалай өңдеу керек, қалай жаздыру керек, қалай дауысын азайтып, кетіп, немесе видеоны монтаждау деген сияқты дәріс алып жатырмыз, соларды үйреніп жатырмыз. Оны үйреніп болғаннан кейін өзіміздің блогымызға енгіземіз. Және де блог қалай ашу керек, ары қарай қалай дамыту керек, сол жайлы үйретіп жатыр. Бұйырса, өзімнің блогымды осы бір аптаның ішінде жүзеге асырамын деген ойдамын. Жоспарымда бар, ойдамын емес, асырамын да. Блогымның аты «Сән мен сымбат» деп. Сән мен сымбат деген тақырып маған өзіме өте ұнайды. Өйткені барлығы да сәнді де сымбатты болып жүру керек деген ойдамын. Қыздар ғана емес, және де ер азаматтар да өздеріне күтім жасап, оған не кіруі мүмкін? Оған тек қана бет күтімі немесе жаңағыдай макияж деген сияқты емес, ол денсаулығының мықтылығы және көптеген осындай пайдалы кеңестер болады ішінде. Соның бәрін толықтырып отырамын. Қыздарға болсын, ұлдарға болсын, үлкен кісілерге болсын, жас қыздарға, балаларға болсын, барлық кеңестерімді соның ішіне жинақтап топтастырамын. Кіріп тұрыңыздар және мінберге мың алғыс, барлықтарыңызға сәттілік.